күйеуге әлі сюрприз дайын тұр ғой, айтып бару керек маған. Айтқан жоқсың, білмейді. Айтқан жоқпын ғой. Тірі отырмын. Просто живой труп. Бірақ өзім неге қайтарып жүрмін адамдарға? Мен де лақтырып кетті ғой, мен неге қайтарам деп, неге қайтарып жүрмін? Қазір көп секретін ашып тастаймын ғой, одан кейін не сатам адамдарға? Не сатам? Күлетін балдар, Динара қуып кетті деп. Сонда Түсаянның диктовкасы не болды? Топқа қосыл. Топқа қосыл. Олар келеді да, қасқырдан қорқамыз. Туй, мына сетевик бізді тартып жатыр, туй, мынау бізді қазір жұмсайын деп жатыр дейміз да. Қайғыға тұра тұршы, қазір келіп ойлаймын сені деп, аңаға қарай жүгіретін едік қой. Да я же я, Динара, Данеш деген кезде. Сәлем, қайырлы күн. Әдеттегіше бәр мүмкін хабарының кезекті шығарылымы. Бүгінгі біздің қонағымыз өте қызықты тұлға, жан-жақты. Бұл Динара Данеш. Динара Данеш кәсіпкер, Бигуди оқу орталығының негізін қалаушы, және де Динара Данеш әйелдер орталығының негізін қалаушы, сюцай маманы, йога тренер. Жалпы бьюти салада 20 жылдан астам, одан да көп шығар, өте тәжірибелі маман. Бүгінгі біздің сұхбаттан сіздер өте қызықты тақырыптарды білесіздер. Алдымен бұл эфирді қарамастан бұрын подписацияны басып, тіркеліп, эфир барысында лайк басып, коммент жазып отыруды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз, бірге болыңыз. Динара ханым, студияға қош келдіңіз. Уақыт болып келгеніңізге көп рахмет айтамын. Мынау болады ғой, адамдар өзін-өзі ешқашан тоқтатпайтын, әр кезде әр салада дамый беретін ханым кім десе, мен сізді айтар едім. Өйткені жан-жақтысыз. Біздің бұған дейінде 2 рет эфиріміз шыққан. Қымбатты көрермен, егер Динара Данештің бұған дейінгі эфирлерін сілтеме қойып қойдым, осы жерден қарап алсаңыздар болады. Жалпы балалық шағы, шаш қиюды ең алғаш қалай болды, Динараның шашпен қалай сөйлесетіндігі туралы да, қиын жағдайларда қалай шыққан туралы негізгі бір кейбір ақпараттар мына эфирлерде де бар, көріп шықсаңыздар болады. Ал енді біз бүгін жалғастырамыз. Дәл қазір Динара Данеш немен айналысып жатыр, уақытының 100% деп алатын болсақ, басым бөлігін қай салаға беріп жатыр? Сәлем Шолпан. Студияға келгеніме өте қуаныштымын, шақырғаның рахмет. Және де қазіргі салада менің айналысып жатқан дүнием рухани даму бағытында кетті. Бірақ шаштараз саласында да еш нәрсені тоқтатқан жоқпын. Оқу барысында да уақытша кідеріп тұрып, кішкене тайм-аут алдым десем болады. Сондықтан бүгінгі таңда менің тайм-аутым жаңа форматта, жаңа өзгерісте, жаңа жобада дайындалып жатыр. Енді бұйыртса, халыққа, қазақы халқыма берер дүнием көп. Ертеде мен кішкене орыс ұстаздардан көбірек, орыс тілді ұстаздардан көбірек білімдерді алғаннан кейін, көбінесе мен орыс бағытта, орысша сөйлейтін бағытта, мағынада оқу орталық барлық әрекеттерді жүргізіп жүрмін. Сол қарапайым йогамда десем болады. Бір күнде мен бір түс аян алғандай, бір күнде қазақша сөйлеп кеткенім бар. Айтпақшыдай осы ханымдар передачасында бірге жүргізіп жүргенде, сол ең бірінші мені қазақша кідеріп, бір-екі ауызда әрең қосып жүріп, қазақ мектебін оқысаң да бірде өзің ана тіліңді ұмытып кететін сәттерге де келген екем. Сол мені біраз ойландырып қойды, және құрсағыма 2 ұл бала перзент түскеннен бастап мен өзім бір аналық вибрация дейді. Бүгінгі таңда біз эзотерикалық тілмен, тылсым тілмен сөйлейтін болсақ, менде рухани даму басталды деп ойлаймын. Содан кейін менде бір қазақша сөйлеу әрекеті өте күшейді. Аллаға сан шүкір, мен үшін бүгінгі таңда бір сондай жоба проекттерім барлығына ең бірінші осы 2020 жылда басталған бір үлкен төңкеріліс, сана төңкеріліс, ой төңкеріліс, іс-әрекет төңкеріліс жобам сол кезде мен үшін күйзеліс болғанмен, бүгінгі таңда ол мен үшін үлкен бір өсуіме лайықты жоба болған екен. Қандай жоба, қандай күйзеліс? Енді біріншіден 2020 ол ковид жылы болды. Көп Қазақстан ұлты, бүкіл жер шарындағы тұрғындарының бір күйзелісі, ол тылсым дүниенің бір көзге көрінбейтін ауру, ахау, және адамдар есепсіз ерте мезгілсіз ажалмен дүниеден қош айтысып, оның жақындары, ағайындары көз алдында пытырлап бір санмен кетіп жатқан кезде көп адам төңкерілісте болып жатса, менің өзімнің, әр адамның өзінің басында бір әлемі дейді. Дәл солай менің өзімнің басымда бір үлкен әлем сондай өзгерісі болды. Менің 2017-де бастап бір белгі берген, бір сондай мен сырғып оны ұстап жүрдім, себебі мен оны мына айтады ғой, өзіңнің ең слабый жағыңды көрсетпе деген сияқты. Мен үшін слабый жақ менің өнеріме кедергі келетін слабость, это менің қолым деп түсінуші едім бірінші. Шаштараз саласынан, сұлулық саласынан өзімді өте сондай меңгерген, жетістікке жеткен маманы, хас маманы деп санаған кезде бір күнде
мен оң қолым жасамай қалғаны мен үшін бір үлкен сынақ болды. Ұйқыдан тұрған кезде аяғым, қолым микроинсульттардың бір продолжениесі сияқты болды. Сонда түсініксіз сезімдер. Оны аяғым ауыр болғандықтан врачтар еш нәрсе таба алмады. Ең қызығы мынау оң қолыммен үш саусағым сезбеймін. Бокал ұстала алмаймын, шай іше алмаймын, жолдасыма да айтпаймын. Өзім іштей күйзеліп бастадым. Ол жаймендеп бір белгілері негізі 2017-те басталды. Мен оны мән де бермедім. Сол кезде 2020-да ол күшейіп бастады, 2019-да ол күшейді. 2019-дан кейін ұлымды босанып болғаннан кейін мен бұрын соңды балдарым дүниеге келсем бір 40-нан шығарып, өзім сүйікті жұмысыма қуанып жүгіріп, 2 сағат, 3 сағат клиенттеріме, менің жұмысым жақсы көретін ханымдарға уақытымды бөлсем, ол мен үшін бір тупиковый кезге келді. Әрине, жақсы құтылдым, декретте жатырмын, баланы қарап жатырмын, маған бұл жетеді деген сияқты бір түсінік ұғым бердім. Сол кезде сол үш саусағым жасамағанда біздің врачтардың түсініксіз менің аяғым ауыр болғандықтан рентген түсіре алмады. Бір жауабы, қазір аяғың ауыр болғандықтан бір сол бағыттан келген ақау шығар деп, кішкене кідірейік, уақыт кідірейік, қатты ауырмаса, демек талдық сезім жоғалып кетсе, онда бір босанып болғаннан кейін қараймыз деп. Сол босанғаннан кейінгі этапта жайменде бізден іске салып, Қытайдан келген бір профессорға алдына жүгіріп барып, мүмкіндіктер түсіп, соның иготерапиясын 1 айдың көлемінде алып, сол кезде йога маман екенсің, онда сұхбаттасып келген кезде йогамен айналысатынын айтқанда, тастама, жалғастыр, жаса. Себебі тән тозады. Тәнде бір клетка сияқты өзінің тастайтын жері, тоқтайтын жері, ұйықтама деп. Бұны да неврологиялық деп айтады деді, инсульттік бағыт деп айтады. Бірақ мен өзімнің қоятын нем бұлшық еттен тамыр арасынан өзінің кеткен ақаулары бар деп. Аллаға шүкір, ол жобадан да өтіп шықтық деген кезде 2020-да кәдімгідей бір төбеме тас қойғандай өте бір үлкен сондай ауқымды, бүгінгі таңда адамдардың өзінің сан сынағы дейміз ғой. Сол бір сынақ менде денсаулықтан келіп бастаса, екінші сынақ көңіл саулық дейді. Бір жаңа үйге көшкенбіз. Сол жаңа үйге көшкеннен бастап бізде бір кино ужастарда көрсетеді ғой, бір жаңа үйге көшіп барса, өмірлері бір төңкеріліске түсетін, тура солай төңкерілістер бастады. Айта берсең, кәдімгі мен айтамын ғой, бір самолеттің ішінде отырып, зона турбулентсқа түстің, болды, ремейнің таққа самолет қирайды деген состоянияны ескертетін еді. Бұл жерде кім маған ескертті? Кім маған бұны дайындап берді деген сияқты. Сөйтсем, мен ертеден 1-2 түс аян алып жүрген екен. Қандай қиындықтар болды? Қиындықтардың бірі мен үшін адам қақып кеттім. Сол үйге барған кезде адам қақып кетіп, ол жасөспірім баланы өлім аузынан Құдайдың сақтағаны, аяғым ауыр, есімді жия алмай, біріншіден үрей. Адамды өте қатты сілкіп алатын үрей. Сол кезде оға дейін мен көлік айдаушыларды сөге қараушы едім. Осуждение дейміз ғой. Осы көздеріне қалай қарайды, қалай қарап айдап жүрмейді. Қазір водительдер маған, ой, осы адамдар көздеріне қарамайды деп айқайлап отырса, оларды да жаным ашиды. Адамдар осы водительдер ешкімге қарамайды десе, оған да жаным ашиды. Себебі ешкім таңертең ұйқыдан тұрып армандап тұрмайды екен, мен бүгін адамды қақсам деп. Ешбіреу ұйқыдан тұрып, бүгін мен машинасына түсіп кетсем екен деп армандамайды екен. Сондай соқтық келген кезде ғана адам сол сәтте соның сезімін проживать етеді. Өзіңіз жүктісіз? Өзім жүктімін, аяғым 7 айлық, аяғым ауыр. 14 жасар баланы соғып, бала өлім аузында қансырап жатқанда, мен қорыққанымнан да қашып, үйге қашып, айқайлап, жылап, қайттан өзім көлігімде кішкентай балам бар, аяғым ауыр, қайтып келіп, сол бала жатқан жерге келіп, баланы тұрғызсам, кішкене есі бар, содан үйіне апардық. Мамасы кішкене жылап, жесір әйел екен, кішкентай еркетай баласы екен. Сондықтан сол бір қорқыныш үрейден қазір айтып отырып, әлде де сезінемді сол сезімді. Сондай сезімдерден өтіп, бір есімді жинаған сәттерім болған. Ең қызығы, бәр оқиға бітті, арада 2-3 айда бітті, баланы да емдеп бітірдік, баланың жағдайында жасадық, анасымен де кешірім сұрастық. Қазақы деген қан мал шығару дейді ғой, оның бәрін жасап болғаннан кейін анасы айтады, мен рахмет айтам, балам сенімен соқтық алғанына дейді. Ішімнен ойлап тыныштық па неге екен деп. Ондай да дүние болады екен. Адамның соншамалық адалдығы мен адамның соншамалық өмірге пайда келетін көзқарасын мен түсіндім, мен балам мүлдем өзгерді. Әрине, 3 ай баламен қарым-қатынаста жүрген кезде, 3 ай емес, 1,5 айда жүрдік, пока емдедім, врачтарына апардым, қараттым. Сонда баламен қарым-қатынас жасап жүрген кезде подросток балаға қандай көзқарас? Қандай көзқараспен екеуміз сөйлестік.
дос болдық, достастық. Бүгінгі таңда ол баланың осындай 14 жасынан оқиғаларға ілініп бастағаны бұл қате шалу деп айтады. Неге? Ананың қорғанынан алыстағаны, ананың батасынан алыстағаны, анасының тілін алмағаннан алыстағаны. Демек, ол балаға ананың айтатын лекциясын достық әңгімемен айтып жеткізді. Аллах тағала сіз арқылы осы ситуацияларды келістіріп, сол балаға солай жеткізесіз ғой. Сонда бала тастап кеткен футболына кері қайтыпты, сабағына кері қайтыпты, уақытылы үйіне қайтатын болыпты, сүймейтін анасын сүйетін болыпты, жинамайтын үйді жинайтын болыпты. Сондай бір тілім алғыш бала болғаннан анасы айтады: баламды сен өзгертуге келген екенсің бұл өмірге деген сияқты. Біраз арада бірнеше ай өткеннен кейін бір индийский кинодағыдай перекресткте екеуміз кездесеміз сол кішкентай баламен. Сонда баланың маған деген бір жылылық лебіз көзқарасы әлі есімнен кетпейді. И бір анау фоновый музыка қосып қойсаң үстіне, индийский кинодағыдай да бала жүгіріп кетіп баратыр пешеходта, қайтадан кері қайтып маған қолын бұлғап, менде бәрі жақсы деген сияқты ары қарай кеткені. Бұл бір оқиғаның бірі, турбулентный зонаның басталуы. Тағы не болды? Одан кейінгі зонада бағанағы бірі қолым жасамай қалғаны болса, екіншісі осы, үшіншісі баламның бағанағы жүрек ақауынан үлкен ақау денсаулық диагнозы қойған кезде жүрегі мүлдем енді жарамсызға барады, тек қана наблюдение, операцияға дайындалыңыздар дегенде мен үшін ол да бір стресс болды. Жеңілденгеннен кейін? Жеңілденгеннен кейін, баланы. Сонда өзім ойладым, бағанағы стресстен де келген дүниелер шығар деп. Сол баланың емі не болады деп уайымдап жүрген кезде араға бір жұмысқа шығып жатам, қолым бағана емдеп жатам, бір процесстен жай кетіп, жаймендеп уже вроде бы, ой, бәрі күшті болды деген кезде ковид келді ғой, енді есімізді жинадық. Сол кезде бір білемін, өзім қатты толықсып кеттім. Менде толықсуға беймәлім денемнің бірден бір резина сияқты шар болып кетіп, үрленіп кетем. Соны мен еш түсінбейтімін. Аллаға шүкір, психологиялық әлеммен түсіндім кім екенімді. Анау йоганың ішінде өзінің ошы питание деген бар, ошы адам ошыға бөлінеді дегені бар. Вата, капа, пита деген сияқты. Сонда кімге жататынымды түсіндім. Неге менің тез семіріп кететін, тез салмақ қосып кететін. Сөйтіп жүрген кезде сол артық салмақтан арыламын любой ценой деген бір сөзім бар. Мен әлі сол есіме кетпейді. Қалай да болса Алла тағала любой ценой сделает так, прям чтобы мен артық салмақтан арылды деп. Сол кезде Аллаға шүкір маған күшті бір инсайт берді Алла. Ол инсайтты мен қазір шүкірмен айтам. Ол кезде шүкіршілік состоянияға келу мүмкін болған жоқ. Ол қандай ситуация? Ковид? Ковид, адамдар жұмыс, бизнес жабылды, өзім қолым жасамай жатыр. И қызығы, жұмыста барлық жұмыс орындар жабылғанда, енді барлық бизнестер банкротқа кірді ғой көбісі. Сол кезде бірі өссе, бірі құлдырады. Кредиттегілер само по себе құлдырады барлық жағынан. Сол түсінікке маған да келіп бір жеткеннің өзінде де бір лидер, көшбасшымын ғой деп жұмысшыларымның бағана аренда беретіндерін есепке алмадым. Ол кезде менде йога зал, фитнес зал болатын, олардың да арендасын есепке алмай отырғанда, жаймен деп фитнес залдың арендасы есепке жүріп жатты басқа кісінің тарапынан. Өзімнің залымдағы мысалы кредит мақауларым бар, оның бәрін есепке алып отырғанда менің қолым әлі жазылған жоқ. Сол кезде әлі мен клиенттерді аламаймын, жұмысқа шықсаң тексерісте тексеріс штраф, қажаға барып қиясын, телефон алсаң көшеде гаилар, ковидте қана гаиді танымайды, қалған бәріміз танитын болғаннан кейін өте қатты соны өліп қалмайық үйде отырғанда аштан өлейін деп жатқан жағдайда болып жатқандай сезім. Бірақ ол жерде негізі аштан емес, адам рухани жолмен материалдық жолдың аштығы бар ғой. Любой ценой дегеннің бағасы сол болып тұр ма сонда? Любой ценой деген бағасы ковидтен басталған ашаршылық көз сезімі ашып, мен бір онлайн бизнес оқып отырғам. Сол онлайн бизнеске бір жетелеп алып келген танысым, жақыным, соның саласы деп қазір кінә артсам, жауапкершілікті өзіме алмаған белгісі, а так нақты түсіндім. Өте үлкен сомаға алаяқтарға алдандым. Өте үлкен сомаға. Үлкен сома қанша? Үлкен сома. Ол кезде мен үшін дарғасыл өлетіндей сома болды. Былайша айтқанда, есімді бір жинасам, $100,000 астам ақша аударып тастағам. Қайдан таптыңыз? Бірақ мен всегда ойлаушы едім, Атырауда
мен сонау шымкенттіктер алаяқ деген сөздерден Атырауға келгенде мен Атырау сыйлайды екен деп ұғушы едім. Сол установка, сол наныммен расында да Атырау мені сыйлайтын көрдім. Сенен ақша сұрасам, сен бересің. Лучше сен бермей қойған жақсы маған. Да? Анадан сұрасам береді. Анадан сұрасам береді. Депозит, процент маңызды емес болғандай болды. Важность то, что ақша алу. Бизнеске салып, тез көркейіп өсіп кетіп, үлкен ақшаны тез адамдар қайтарып, ана жақта маржасымен кайфовать етіп, қолым жасамаса, Құдай маған басқа ырғақ беріп жатыр екен деп. Сол түсінікпен общий сумманы есепке алсаң, теңгелі 50 миллионнан астам теңге ғой. Қарызда. Қарызда. Сіздің алаяқтарға алданғаныңыз 50 миллион? 50 миллионнан астам. Одан бөлек сіздің мына жақта жаңағы аренда, жаңа басқа да банкроттар тұр. Банкроттар тұр. Еще процентный өсім бар. Адамдардан процентпен алған. Мәссаған. Былайша айтқанда, мне захотелось дорого слуга. Но я заполучила красивую фигуру. Реально. Реально я заполучила красивую фигуру. Цена любой ценой. Арықтағыларыңыз келсе... 90-60-90 болдың ба? 90-60-90 Жак Джейло, Анджелина Джоли болдым. Анджелина Джоли болдым да, и любой ценой. Егер арықтағысы келсе адам баласы, 50 миллион жоғалтып алу керек екен да. Ана қайғырып арықтайды да. Еще оны біреуден алып жоғалтып алу керексің, чтобы сен ол біреуге қайтару керексің. Сөздің құдіреті ғой. Сөздің құдіреті. Айтады ғой, әр сөзің дұға. Я. Вот любой ценой. Түсініп отырсың ба? Сонда мен мүлдем ойламағамды, не істеп жатқанымды, не сөйлеп жатқанымды, не ойлап жатқанымды, осы төңкеріліс менің өмірімді былай төңкерген. Былай тұрсын, бұл тура, орыстардың айтатын мақалы бар ғой. Как твоя жизнь десе, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Ертегі сияқты ғой. Ал орманның басына келіп қойдың, енді орманның аяқтап шығу керексің ғой арғы жағында. Күйеумен үйде отбасы не болып жатыр? Ол 50 миллион тек қана Динараның қарызы ғой, иә? Иә. Семья бар. Күйеуге әлі сюрприз дайын тұр ғой. Айтып бару керекпін ғана. Айтқан жоқсың, білмейді. Айтқан жоқпын ғой. Тірі отырмын. Не істедің сосын? Шашты бір қайтардың ба? Шашты, тақырып шаштан келетін болса, шашты осылай айнаға қарадым да, қайшымен бет кесіп тастадым. Естеріңде ме қысқа шашпен жүргенім? Сол проблема да? Сол проблема. Аскеза жасадым, тазаландым. Реально. Прям конкретно. Білмеймін, жылағым келейін десек, жылаламайым, потому что жылап қойған екем да уже. Потому что очищение четкий болды да. А бірақ ол очищениеға мен әрекет жасадым ғой. Вопрос том. Бірінші 3 апта стрессте болдым. 3 апта. Қой тұрайын дедің ба сосын? Я 1 апта жаттым. 1 апта, 2 аптада 18 кило тастадым. Тамақ жеген жоқпын. Бірақ әлі қуатым жоқ. Жүре алмаймын. Мынау денесін көтере алмай жатқан арық адамдардың аурудан мен сонда түсіндім. Еңсен көтерсейші, тәрісің ғой деп, бір өзімше ақыл сымақ боламыз ғой. Мен анан көрген кезде мен туалетке былай баратым. Былай. Күніге кіші дәретте, ұлы дәрет су. Представь, я не знаю, откуда это все выходит, мен тамақ жемеймін. Мына жер бір нәрсе жауып қалды, блок. Көзім бейт кіріп кетті. Еш нәрсе айта аламын. Сөйлей алмаймын, сөйлескім келмейді. Жылап болдым ау деймін, 3 күн жылап болдым ау. Көз жасы да жоқ. Просто живой труп состояние. Сонда я помню, сыбырлаған бір дауыс помню. Динара, сенде сабақ бар. Вот это вот жігерлік деп ойлаймын. Динара, сенде сабақ бар. Қандай сабақ түсінбеймін, жатырмын просто. Мен сол сіңлім НЛ компанияда, сіңлім Жадыра деген. Сол келді 6% сүтпен коктейль езіп. Мен ол кезде ПП жеп өзімше арықтайтым. Мынандай коктейльдерді скептически көзбен қарайтым. Ойбай, ол банкідегі химия ғой деп та. Құдай маған сол сөзіме де көрсетті да. Химияны ішсең де адам боласың дегендей. Сол кезде сіңлім күніге 6% езіп, мен аузыма трубочканы бүйтіп салып қойып, тісім арасына әрең кіргізіп. Первый 1 аптада сіңлім тұрғыз десем болады. Потом есімді жинап. Күшті мотивация алдым. Өте күшті мотивация. Бірақ сол кездегі мотивация мен түсінген жоқпын. Ол кезде менде бір миымда суицид болды. Екінші миымда адамдардан қалай құтыламын деген ой болды. Бірінші күйеуге қалай айтамын. Бірге құтылайық, көмектес деп, көмек сұрауға бару үшін қалай айтамын. Представь, ол маған келіп сюрприз жасап тұрса, мен оған 3 әріпке жібере аламын ғой.
или жынданам. А мен қорқып тұрмын, еркек адам, ол ұрып жіберуі мүмкін, ол сынауы мүмкін, ол ұрсуы мүмкін, ол ренжуі мүмкін, тастап кетуі мүмкін, әртүрлі жағдай. Ол этаптан да өттік. Дело до развода доходило, дело до отношения провала доходило. Өте күшті, мықты трансформация болды. И потом бір арада бір аптадан кейін мен түсіндім, сол кезде мен жүрдім. Күніге таңертең 5-те көзімді бір нәрсе аштыртады, ұйықтатпайды. Жүрем, есік алды 90 рет айналым. Алланың 99 есімін өлең қылып алғам, Құран қылып алғам, ұран қылып алғам, девиз қылып алғам, лозунг қылып алғам. Потом оқып алам, мынаны оқысаң, ақша қайтады. А одан ақша түсіп жатқан жоқ. Тік жүре берем, кішкентай балам, 1 жасар, оның жүрегі бар, басқасы бар. И вот это вот турбулентный зонадан шығып келе жатқан сәттерде чудолар басталды. Первое чудо менде ұйықтап жатқанда бір дыбыс естимін. Дыбыс, как будто бір трубаны лақтырады, кең зал, пустой залға. Осындай дыбыстар. Мен ойлайтын, біреу залда жүр деп қарайтын. Таңғы 4:30-5 айналасына көзім ашылады, жүрем. Потом уже инсайт, внутренний. Инсайт пен инсайды бар, е? Біреу уақи, біреу ақи, біреу іштен келеді, біреу сырттан келеді. Сырттан келеді, сен айтасың, Динара оян, болды, өлуге уақыт жоқ, е? Іштен келеді. Іштен инсайт, өлуге уақыт жоқ деген ұран келді. Содан басталды. Содан тұсаяндар күшейді. Тұсаян мен ертеде көрген екем. 2 тұсаян мен денемнен шығып кеткен өзімді көрген екем. Сол кезде қалаға Владимир Слепцов деген кісі келеді. Монах дейміз, ойбай, хришнаиттер дейміз. Бірақ почему-то Құдай мен соның сабағына барып қояды. Сол кезде сұрақ қойыңдар дегенде, рекордация дегенде мен денемнен шығып жүрмін дедім. Түс пен аянның ортасында денемнен шығып жүрмін. Сол кезде Құдай сені бір нәрсеге дайындап тұр. Дайындалды. Мықты сені бір нәрсеге дайындап тұр. Бірақ нәрсе, денеңе кіруді, қайтып кіруді үйреніп ал. Себебі порталда қалып кетсең, комда денең қалып кетеді, аяққа жетпейсің, ортада жүресің. Сол кезде оның сөзіне мән бермедім. А бірақ Құдай мені соның сөзінен кейін йога мектепке апарып қойды, Индияға. Сол әңгіме қайттан қайталады. Бірақ индийский сөйлеу, английский сабақ, переводчик, орысша, бала 5 айлық, бірін түсінсем, бірін түсінбеймін. И в итоге түсініп келді, что мені рух әлемі дайындаған. Мықты. Вот қазір бір приколдар бар ғой, когда ты очередной раз понимаешь, что сені Құдай белый воин қылып дайындап тұр бір нәрсеге. Қазір маңдайымнан бір нәрсе соқса, мен дайынмын. Оңға ма, солға ма? Қолым кесіліп қалса, все, я готова. Қай иығымды толсайын да. Уже просто сен өз-өзіңнен инсайтпен вперед басасың да. Бірақ сол мықтылыққа дайындаған школаға рахмет. Сол школаны түсіндім. 20 миллион қарыз тұр, бәрін қойып, тағы ақша алып, Индияға кетіп қалдың ба? Қалай бардың? Индияға мен вот ковид болмай жатып бардым. Бар, оған дейін. Бағана баланы соқып болғаннан кейін Индияға бардым ғой. Сол бір стрессмен шығайын деп. Сол кезде Сюцай әлемінен Жанат Қожамжаровты 2-3 рет бір 4-5 адам жібереді. Бағанағы адамға сын көзбен қараймыз ғой. Құлақ қалқан көз. Өзі әрі прикол ұстайды өзіне. Адамдар мені бірінші сыртпен қарап, не ұстаз деп ойлады. Қазір мен тәнім сендер үшін жасаймын дейді. Чтоб сендер сол бірінші тәнімді бағалаумен келесіңдер, о келіңдер. Потом білім керек деп. Сол сияқты мен 2-3 рет ол кісіні жіберген кезде қалқан құлақ. Значит, комплекс свой қалқан құлақ. Значит, кісіні сыртпен қабылдау. Оказывается, ведалық ілімнің астары біздің қазақ ілімімен ұштасатын түсінік, мағына. Соны айтып жатқан кісі сан-саналық тұрғы, адам программа кодыңнан шық. Сол тура сол бағана косяк, бардак барлығымен тұрған кезде ең қызық чудаларды былай көрдім ғой. Адамдарға қарызбын, бір кісіге 20 миллион қарызбын. Ертең апарып беру керек, 3 ай срок бітті. 3 ай срокпен благодарностьпен әкеп берем деп айтқан. Ой, нақта байып кетем деп ойладым ғой. Сонымен былай отырмын ғой. Я Аллахым, шынай бар екен көрсетші. Менің жүрегім таза, қайтару ниетім ақ, бірақ мен қазір қайтара алмаймын. Менде қазір 20 миллион, 20 мың теңге жоқ. Бірақ ертең барам ана кісінің алдына. Реально барам. Айтам, жағдай түсіндірем, бірақ ода түсінік ашы. Вот просто түсінік ашы. Мен қайтаратын ниетімді сездірші. Құдай маған реально сол сабақты түсіндіреді. Ол кісіге барам ғой. Барып екеуміз әңгімелесеміз. Мен әкемдей көрем ол кісіні. Ол кісі мені Зема деп сыйлайды. Жерлесім деп. Лауазым бар кісі. Бір бизнес ашайын деп беріңізші дегенде ол сол кезде бір күмәнмен беріпті. Соны мен сездім дейді. Кірген кезде көңілім жоқ қой Динара деді. Я осындай болып тұр. Қалай бизнесің деді. Сұрамаңыз дедім. Түсінікті деді. Ақыл біле ме деді.
жоқ деп едім. Любой бизнесті әйел бастарда отағасымен ақылдасын. Қазір мен туалетке барсам, күйеумен ақылдасам, туалетке барып келсем бола ма? Рұқсат бересің? Сабақтан кейін. Сабақтан кейін, өмірлік сабақтан кейін. Мен вообще конкретно өмірді түсініп алдым да. Содан ол кісі жолдасымен ақылдасып, жоқ. Күйеуің баташы болмады. Одан кейін уже сынып тұрған көрдім. Отыр, шай іш, су ішейік деді, су берді, шай берді, әңгімелестік. Содан жағдайымды түсіндіріп, кім сен қазір қысып жатыр деді. Қысатындар бар деп едім. Жарайды. Мен кім, қашан қайтарасың деді. Уақыт қойайын ба деді. Амандығын тілесеңіз қайтарам деді. Қыспасаңыз қайтарам деді. Жарайды. Сөйлесек. Отырды, шайын берді. Қысым көрмегеннен кейін ба, бір жылылық сезініп, әкемді сағынып тұрмын деді. Бірақ марқұмды құшақтай алмаймын, сондықтан сізді әкемде құшақтасам бола ма деді. Келді, құшақтастық. Сөйтті, отырды. Сөйтіп бір сәт басым салбырап отырған едім. Өзінің кабинеті бар, кабинетіне кіріп кетті. Кабинетінен шықты да, столға 5 миллион қойды да. Қазір сені кім қысып жатыр, соларға таратып берді. Бірақ есінде болсын, мен саған 20 миллион теңгемен бердім, 5 миллион теңгемен бердім, доллармен қайтарасың. Реніш жоқ па деді. Ойбай, қайдағы реніш. Өйстіп айтқым келеді, бірақ ана образда отырғаннан кейін дақат отыру керексің. Реально өлейін деп отқан лебет салып отырғаннан кейін. Сондықтан 5 миллион алдым да, қызығы біреуге 7 миллион қарызбын. 7 миллион апарып берейін деп тұрмын. Бағана 5 миллион ішінен 20-лап. Апарып берсем, ана кісінің ең бірінші айтқаны: күшті ғой, Динара, сені Алла тағала күшті сынапты ғой дейді. Анам бетіне былай қарайын ғой. Ой, кешірші, Динара. Мен айтайын дегенім, сені Алла жеңіл сынапты. Сен бақыттысың. Сен ояндырып жатыр. Саған күнінен 50 миллион табылатындай жол ашып беріп жатыр. Әкелші сол жолды деп сұрағым келіп тұр да одан. Бірақ түсіне алмай тұрмын да оның. Жаңағы 5 миллионды апарып беріп тұрсыз ғой да? 5 миллионның ішінен мен 20-лап беріп жатырмын. Иә. Маған бір Саид Давлатовтың миллион тұратын сабағын сатып алған бір клиенткам келген кезде, бізді қалада оны таниды, ол кісіні сетевой деп оғады, Сисейф, бағанағы депозитті счет, швейцарский счет, сояқ ақша жинап жүргем, жылына 20-лап $1000. Сол ақшам шығарып беріңіз, $10,000 жинап қойыппын. Сол ақшам шығарып беріңіз дегенде шығарып берем, бірақ депозиттен күйіп кетеді ғой деді. Амалым жоқ дедім, қарыздан құтылу керек. Сол кезде ол кісі Саид Давлатовты $1 миллион теңге сатып алған сабағымен бөлісейін бе деді. Қарыздан қалай құтыласың деді. Кстати, Саид Давлатов сабағына реально бару керек. Реально. Просто ана кісінің бүйтіп қағазға сызып берген сол системамен құтылдым адамдардан. Я кредит аласың, я шахмат ойнайсың, уәде, телефон, контракт. Уәде Құдай, ең басты еңсең жоғары ұстау. Улыбка, уверенность и басасың. Каждыйдың есігіне теуіп бірінші кіресің. Бірінші звондайсың. Қараңды көрсетесің, бетің бар, адалың бар, жүрегіңде ниет, ақша қайтару. Қарызда жүрсең, ең бірінші өзің бар дейсің. Достойно өзің бар. Шау болса да басыңды шау болсын. Лучше шауып кетсең, өліп кетсең тіптен жақсы. Қарыз берген адам никогда сені өлтірмейді, ақшасын алғанда. Поэтому просто бұл системаны түсінгеннен кейін мен реально қуаныштамын да, ойбай, мына вообще красавчик қой. Содан кейін ғой бағана ходтарды салып алдым. Сол кезде большого слона едят маленькая ложка деген мақал маған сөз жүрек кетті. Бағанағы ең көп берген 5 миллион, 7 миллион, бағанағы 20 миллион, 3 адам. 2 миллионым бар ортада и 6 миллион бар, дұрыс 5 адам. Оларды үлкен слонға қойып қойдым. Үлкен слонға. Потом орта бар. Семен какой-то бір выгодамен берді. Бас пайдасын ойлап. И потом кішігірім бар, который саған жақсы көрінгісі келіп берді. Ол молодец. Признание алғысы келді. Бірақ ол соңғы ақшасын берді. Ода страх потерять. И сол больше айқайлайды, сол больше тявкайды, сол больше күшік сияқты тістейді етегінен. Сотқа да барады, сол бірінші. Бардың ба сотқа? Мысалы да. И менде Саид Давлаттың сабағы бар ғой, тегін алып алған, Құдай жіберген. Ғажайыптар емес па? Миллионға Саид Давлаттың қалай сабағын алсын? Ең қызығы, сабақтың методикасымен шыған бәріне бірінші тявкающыларға 5 миллион бар емес қолымда. Сол тявкающыларға бердім. Бірақ мен тявкающы деп айта алмаймын, мен алғыспен бердім. Бетіме тістеп жатыр, бетімді қажап жатыр. Оның болі потерять деньги, менің болім как я верну деньги. Бірақ мен намерением түсіндім, ниетім, что мен қайтара аламын. А маған уақыт керек. А сен уақытыңда, сен шашыңды біреу тарта берсе, сен жұмысқа барайын десең, тарта берсе, ақшам қайтар десе, сен энергияң кетіп қалады ғой. Сондықтан сол қарызға мен достойно тартатын энергиялар төмендерге бірінші қайтару. 5 миллионды алып соларға бердің? Да, соларға таратып бастадым. Орталарға, қарым-қатынасқа, отношение
уважение, оларға уважение бердім. Реально, ты меня уважаешь? Рюмкамен, да? Уважаешь? Рюмкамен. Осылай диалог, да? И оларды уақытымен қайтару этапына. И крутойларға чисто қасықтап, үлкен сұлуынсыздар ғой, біртіндеп жейік, шайды, тортты бірге деген сияқты. Но есть контракт словесный, сөзбен. Ешқайсы қорқытып, бір нотариуске апарған жоқ, бір-екі судебный деломен шығамыз ғой деді. Таңдау сенен. Страхқа қарсы тұра алдым, үрей. Үрей адам жеп қояды. Үрей адамға собственно ауру. Сол кезде мен түсіндім. Орманда егерлер жүреді. Орманда қасқыр жүреді. Қасқырлардың үстінде овечье, демек, қойлардың чехолы. Олар алаяқтар. Орманда егер қасқыр жау болады. Қасқырдың шапан жабады да саған жол көрсетеді. Қасқырлардың ортасына алып шығады. Демек, өмірде саған ұстаз келеді. Біз оларға сенбейміз, қашамыз. И бағанағы алаяқтар, қойдың терісін жамылып келген алаяқтарға сеніп қаламыз. Тура солай орманның егері болдым деп ойлаймын, бірақ алдымдағылар соны жол көрсетті. Сол кезде артымда дәл өзім сияқтылар келатқанда, бер кел, былай жүр деген сияқты. Бірақ этапны, ең қызығы бағанағы 7 миллиондыққа барып тұрмой енді, 5 миллионды алып алып, ішінен 1 миллионын соған берейін деп. Сонда 1 миллионын беруге барсам, жағдайымды естіп отыр. Басында ол күліп алды, потом кешірім сұрады. Кешірім сұрайым, Динара, сен дұрыс оқ. Сені Құдай мықты дайындады. Қай жерге дайындап өтейін. Өлейін деп жатырмын, сен маған айтшы. Сол кезде сен өсесің. Сен скоро өсесің. Анау сөз рухтандырады екен. Сол кезде ол кісі айтты, қалай саған көмектессем екен. Вот осы жерде қазір суицид айтып жіберемін, қалай саған көмектессем екен. И бағана кісі бергенін айттым, сөйтіп едім, ода рух көтерілді. Мен де сол кісінің қатарынан болғым келеді деді. Мен де қыспаймын сені, қазір әкеп тұрған миллионыңды уақыттарға бер. Қайтар жіберді. Қызығы 7 миллион, ішінен миллион әкеп тұрмын алдына. Қуанып алып қалсайшы, ертең алла өліп қалатын шығармын, лақтырып кететін шығармын. Жоқ, қайтарып алды. Конечно, итоге осы дело жабылады, бәрі бітеді. Қарыздардың бәрін беріп болдым да? Адамдардың бәріне беріп болдым, Аллаға шүкір. Адамдардан құтылдым. Кредит, барлық этаптар өзімен келе жатыр. Бірақ ең басты адамдардан, которые боялись потерять свои деньги. Но бүгінгі таңда мен ай сайын миллион с лишним қарыздың остаткысы процентімен, кредитімен берем. Бірақ күніге алғыспен берем. Алғыспен. Кредит жабудың күшті техникасын білем дедің, жаңа Саидмұрат давай бөлсек. Техника. Жаңа Саидмұрат Давлатовтың техникасын, мне кажется, сатып алу керек, ол ақысына өтіп кетуі мүмкін да. Бірақ сіз қалай жаптыңыз? Дәл сіздің ситуацияңыздағы адам қарыз дейтін қазаққа бөтен нәрсе емес қой? Йогаға келсін деп па. Йогаға келсін деп па. Жоқ, негізгі дегенім ғой, мысалы үшін қарыз жабуға жаңағыдай қатты біздер, мен ойлаймын, сіздің до этого болған сабақтарыңыз бар, осыған дейінгі алған біліміңіз бар, йогаңыз бар, сюцайыңыз бар, сіз соның барлығын пайдалана отырып, и то жаңағы стрессің, маған бір сигнал келді, маған бір аян келіп жатыр, мен Алланың 99 есімін айтып жатыр, маған бір көмек болады деген сізде сенім болды ғой, сол үшін сіздің алдыңызға адамдар келді, сіз соны естідіңіз, естімеуіңіз мүмкін еді ғой, қош деп айтуың еді ғой, қош, мен қарызда отырған адамның жағдайын түсінемін, қош деуің керек болатын еді, күйеуіңізбен отношения быт-шыт болып жатыр, до развода деп айттыңыз да, жаңа жасот. Я понимаю, сіз қарызда жүрсін, балаларыңызда жүрек... Бала білмеймін қаяқта жүрген. Соны айттым. Сіз сондай ситуацияда жүрген кезде тыңдамай қалуға болады ғой? Бірақ сіз тыңдадыңыз ғой? Йога, да? Здесь и сейчас. Мүмкіндік қасыңда күніге. Шыбын кеп диктует саған. Иди по следам. Біздің эгомыз шыбынды естіртпейді, сен кімсің? Шыбын деп кімді айтып жатырмын? Мен сенбеген адамың кеп тұрады саған. Бір сөз айтады, бірақ сөз айтады. Пазл сол сөздің цепочкасын ұстап точно өсесің. Сондықтан бүгін таңда екі нәрсе бар. Методика. Сырмен, мынау тайный секрет деген бар ғой. Сол қазақша аударып берші. Құпия сыр. Секрет ол бір адамдық. Өзінің четкий секреті бар. Техникасы. Ол Саид Давлатовта бар, анада бар, менде де уже бар да. Құпия ашық. Құпия ашық. Бүкіл барлық адам құпиямен пайдаланса өсуге болады. Тайна.
тайный секрет. Оны қайдан біліп аламыз, тайный секрет? Барлық адамда құпия бар, оны қайдан көреміз? Оны барлық әлем ашып жатыр. Любой коуч қалай қарыздан құтылатын техникаларды айтып жатыр. Бәрін секрет. Вот сол техника. Ести біл дейсің, иә? Сол техниканы ести білетін секрет болады. Четкий. Бірақ ол біреуде через бокс болса, біреуде через йога болса, біреуде через шай құйып отыру техника болса, біреуде медитация техника болса, біреу бағанағы мал қой бағып келіп стресстен шығып келетін техника болса, сол секреті. Әр адам өзінікін ести білу керек. Өзінікін ести білу. А соны тайна қылып әлем жазып айтып жатыр, бірақ адамдар естімейді. Сондықтан бүгінгі таңда неге аутизмдер туылып жатыр, естімейтін, тыңдамайтын балдар? Это проявление себя, біздер өзіміз, четко өзіміз показатель. Научиться служить людям, служение да. Тайна, секретті қазір аша беремін. Тайна. Қазір тоже осы жерде де қанша адам мені тыңдаса да естімей кетеді, қанша адам. Сол айтып отырғаным, сіз естідіңізді, ол да бір сіздің сабағыңыз алған. Ол есту дегеннің өзі, ол үлкен нәрсе негізінде түсіне білген адамға есту. Қаншама ақпарат, Инстаграм, Ютуб, ТикТок толып жатыр. Біз уже листаймыз. Естімейміз, иә? Соны айтады, основа корень. Соны естуін айтуынан тұрған тамырын тауып алу керек та. А тамыры кім деген кезде именно жек көріп тұрған адамға бірінші бару керексің. Жек көріп тұрған. Сол жерде маған түсінік келді. Лақтырып кеткен адамдарымды жақсы көру практика. Просто любить их. Бірақ секрет ашап, полюбить ребенка чужой женщиной. Мен сен жек көріп тұрсам, Шолпан, мен сенің мамаңның сезім арқылы сені жақсы көру керек. Просто реально сені жақсы көру керек. И сол техниканың артында, егер сен маған қарыз болсаң, лучше мен сен кешіре салайын. Лучше кешіре салайын. Сол кешірімнің артында, сенің ниетің ақ болса, әкелесің, ниетің лас болса, әкелмейсің. А мен кешіргеннен, мен өзім жолым тез ашыламын. Ты думаешь, мен адамдарға қарыз болғанда, маған қарыз емес болды ма адамдар? Маған миллиондаған адамдар қарыз болды. Я их отпустила. Мен оларды кешірдім. Секрет в этом. Просто өзім қарызбын. Мен оны да жұмалап, әкел, бер деп. Или просто қашан бересің? Ерезек 3-ке дейін. 3 рет сұра. Единственный, кімге қатты жаным ашып тұрған, кармический долг ол өзіне қалдырады деген тайнасын білгеннен кейін ғана қайтаруға тырыс деп түсіндірем. Қорқыныш емес, үрей емес, диктовка емес. Бірақ өзім неге қайтарып жүрмін адамдарға? Мен де лақтырып кетті ғой, мен неге қайтарам деп, неге қайтарып жүрмін? Потому что жеті ұрпақтың тазалану деген процесі осы жерден тұрады. Сондықтан тайнан. А бірақ осыны естуге йогада бір практикалар бар да. Мен йогада қыз-келіншектермен заниматься етеді, бірақ на самом деле они не понимают, қандай мен тайна беріп атқанымды. Они не понимают, қандай секретім беріп атқан. Мен просто бір жаттығу бере салам. А ол жаттығу именно раскрывает их услышать мир. Она жаттығу раскрывает их увидеть мир людей. Она жаттығуда ақша қай жерде екен лазейкасы ашылатын энергия. Өзі сезінеді. Йогадан кейін менде ақшалар келіп бастады. Йогадан кейін мен өзіме енем жақсы көріп кеттім. Полюби ребенка чужой женщины. Сенің де, менің де енем басқа әйелдің бөпесі. Полюби ребенка чужой женщины. Сенің байым, менің байым басқа әйелдің бөпесі. Представь, ертең сенің бала-шағаңды келінің, күйеу балаң жақсы көрсе. Временно, денемен. Потом астына какашка шыққанда жек көріп бастайды. А если они поймут, насколько ты любишь своих детей со всеми какашками, то сен күйеу балаңмен келіндерің, жолдарың. Қараңыз. Бір былай қарап отырсақ, шамалы ғана бір 5 жылдың ар жақ бер жағындағы проблема ғой, мынау айтып отырғанымызда, 5 жылдың ішінде қалай сізді айналдырып жіберді, қаншама сабақ алдыңыз, содан қанша керемет нәтиже шығардыңыз. Содан кейін сіз спикер вумен аштыңыз, одан кейін міне сабақ алдыңыз, дәл қазір қай бағытта жұмыс жасап жатсыз? Сіз уже білдіңіз ғой, 50 миллион жауып тастағаннан кейін Динара қолынан келеді деген сенімділік болды ғой? Сенімділік болды. Қорқыныш дегеннің қазір көп секретін ашып тастаймын ғой, одан кейін не сатам адамдарға? Не сатам? Қазір сендер мен бүкіл тайнам жоқ қойсыздар ғой. Болды, бітті, нан хлебім қалды деп жатқан. Ойбай деп. Оны келеді бір жақтан саған келеді Динара. Смело бөлсеңізші. Смело бөлісетін тайна секрет. Білесің ба, адам сасқанда, сасқан үйрек артымен сүңгиді деген. Любой адам сасқан кезде артымен сүңгиді. Біреу лағып, қуып кетіп қалады, арақ ішіп кетеді. Біреу лағып, қуып, бычавать етіп кетеді. Қуып кеттім, шайып кеттім, жуып кеттім, шлюховать еткім, ішіп кеттім дегендердің әңгімесі осы.
бірақ олар аяқтарына тұрғанда айтып жатыр ғой, мен сөйтіп жүрдім деп. Сөйтіп жүре тұруға қақысы бар. Сол сәтте мен қуып кеттім, реально қуып кеттім. Бірақ қаяқтан бірақ шықтым, есім бір жинасам Бекет атам басында жатырмын, бір есім жинасам Әулие Ясауидің басында жатырмын, бір есім жинасам Түкті Әзиз бабаның жатының басында жатырмын, бір есім жинасам Гаухар ананың басында жатырмын, бір есім жинасам Домалақ ананың басында жатырмын. Білмеймін, қалай жетіп қалдым. Просто мұң, депрессия, қайғы, есің жия алмайсың, кете бересің. Просто кете бересің. Басың ауған жаққа. Но мен жүрегімді тыңдадым. Жүрегім хотел қазір. Адамдарды кездестіре берді ғой. Кездестіреді. Просто кездестіреді. Да? Мен больше уклон шаманизм. А неге десең, неге алқаш болып аяққа тұрады? Бағана құлаған сабағынан. Потому что ол алқаштардың орманынан шыққан адам. Ол алқаштарды оятатын ормандағы егер. Егер, который алкашев пробуждает. Егер, который наркоманов пробуждает. Егер, который арқасын ұсталамай жүрген, қасиетін қондыра алмай жүрген. Мен өзім қасиетін қондыра алмағанмын. Алланың берген сынағы менікі сол болған. Мен бала күннен әулие әмбебаптар түс аян келеді, өлең жазып кетем, даладан анам ұстап алады, жоққа шығаратын. Күлетін балдар, Динара қуып кетті деп. Бір күні бақсы болам ба, емші болам ба, жүрсін бәрі маған күліп, Сарәуле деп, Сарәуле Гүлка деп күлсін деп. Қазір қабылдым. Қазір мен Сарәулем. Сарәуле, Динара Әулие. Сол сияқты. Сондықтан бұл тактика, техникада түс аян көрдім, домалағына келеді. Бірінші мен домалағына екен білмеймін. Бана есім жия алмай жатқанымда бір орман, бір шөп емес, бидайдың ортасында бойы ұзын болады, бидайдың түстері әдемі, бүйтіп Динара деп ақжаулық жамылған ана шақырады алыстан. Сөйтіп менде бала күнде қысқа шаш. Қысқа шашта мен анамды бана жек көретінмін. Сол кезде мамам мені кесіп тастай берді, мамам жынданатын да, өзім қысқа шашты қабылдамағам. Сол пазл, видимо, кейін шықты. Сол жерде детский короткий стрижкада жүгіріп барам. Адасып қалдым ба дейді. Нан ішінен адастым ба дейді. Я деймін. Қолы ұзын екен, бүйтіп ашады шөпті. Топ бір балдар, қыздар ойнады, соларға қосыл дейді. Сол периодта сіңілім келді. Динара, жүрші ән алға. Ту, сетевой кетші бар, вообще мозгамдан қайтпашы, өзім өлейін деп жатыр. Динара, жүрші, пожалуйста, ане қызық болып жатыр. Сонда түс аянның диктовкасы не болды? Топқа қосыл. Көп адам депрессияда жалғыз қалады. Жалғыз қалса ішіп кетеді, шайып кетеді, қуып кетеді. Сол үшін топқа қосылу керек. Сол кезде қайға бару керексің десе, басың ауған жаққа деген сөз, қай жерде топ жүр. Базарда жүре тұр, тойға бара тұр, клиенші сетпен просто бара тұр, энергия жоқ тұрды. Сол энергияны сезген адам топтың іште жүрді. Сондықтан бүгінгі таңда екі ұстаз, екі шәкірт келеді адамның алдына. Тайны мирадан. Тайны мирадан екі ұстаз, екі алаяқ болып көрініп келеді. Екі ұстаз, екі алаяқ болып көрінеді. Біреу қатал ұстаз, біреу жұмсақ ұстаз. Бүкіл әлем қазір MLM болады, сет болады. Оны уже Дональд Трамп бастаған. Бүкіл әлем сет болады. Пока адамдар өздерін есін жинамағанша. Ал енді осы жерде екі ұстаздың тайнасын ашып берейін. Бір ұстаз келеді, қасқырдың киімін киіп келеді. Бір ұстаз киіп келеді, қойдың киімін киіп келеді. Қойдың киім киген ұстазға бәріміз алданамыз. Ол пирамидалар. Ақша тез табасың. Кел, мен саған бүйтем. Ойбай, міне аудар, тез қазір миллион ақша түседі. Ол телефонны алаяқтар, пенсиямен отырған адамдарды алдап жатқандар, шотыңнан банкте. Өте көп қой қазір. Өте көп. Бірақ адамдар соған сеніп жатыр. Себебі адамның энергетикасы тәнді қозғап отырмағанда, өзін дамытып отырмағанда, қой образда келген қасқырларға сенеді. Қасқырдың сыртын жамылып келген, MLM системаны қатты нығайған мықты лидерлер, іші қой, сырты қасқыр. Да? Бағана, олар келеді да, қасқырдан қорқамыз. Туымна сетевик бізді тартып атыр, туымна бізді жұмсайын деп атыр дейміз да. Бағана жалқаулығымыз басып, біз ана оңай ақша тапқымыз келеді. Сөйтеміз да, қойдың терісін жалынып келген алаяққа түсеміз. Екі ұстаз. Біреу қатты ұрады, біреу жұмсақ ұрады. Жұмсақ ұратыны бағана қасқыр киіммен келеді. Да? Ол просто айтады. Жүр кеттік, мен жол көрсетемін деденге. Біз товар сатып аламыз да, товарды алып алып, алаяқ келді, маған товарын іліп кетті, пәленбаймынға отырғызып кетті. Сен сатсаң, ақшаң қайтып келеді, жалқауланбасаң. Сен MLM түсінсең, сен сетте жүрсең, сен бір байқамай 1-2 жылыңды соған еңбекке қойсаң, стажный, тамырың өсіп кетеді. Өтірік емес қой, NL-да командаң бар. Да? А ведущийсің, это твоя любовь. Поэтому ты можешь все делать. Ты сделала, молодец. Да? Вот здесь естіген адамдар. А естімен. А маған домалағана топқа қосыл, топ сет. Топ деген сөз сет, команда. Мыналар сектанттар, сеттер сияқты деп айтатын сөз. Біз осы уақытқа дейін стереотипный мышлениемен қарадық MLM-нің барлығына. Сондықтан MLM-дерге более серьезно қарау. Екі шәкірт,
өмірде. Сол жерге барып сіз уже топқа қосылдыңыз, содан жайлап кеттіңіз. Содан соның ішінде жүрдім. Қызықты тойлар сендердің іштерінде көп болды. Менің стрессімді алып шықты, депрессия, өлуге уақыт жоқ, қайғыны еске ала беретін уақыт жоқ. Енді қайғыны ойлайын десең, ойлатуға мүмкіндік бермейтіндер ғой, табар бересіңдер, ана жерге задание шақырасың, ана жерге, ана қайғыға тұра тұр, қазір келіп ойлаймын сені деп, анаға қарай жүгіретін едік қой. Сол жүгірістен адам реально өсіп өзгереді. Потом жай ол жерде вывод жасайсың, қала тұрайын, қалмай тұрайын ба. Эго қалың болса адамда, эго бағанағы екі шәкірттен тұрады. Екі шәкірт, эгосы қалың шәкірт, жұмсақ, басты сипап, жаным көкем деген ұстазды сыйламайды. Эгосы қалың. Тупой ұстаз мені жақсы көргеннен кейін 2 мен оқысам да 5 қойып береді. Қатал ұстаз мозгаңды тоңқайып тұрып, басыңнан соғатын ұстазға жек көріп қарайсың. Осы өліп қалса екен дейсің, мектепте помнишь? Ал қатал ұстаз тыңдамаған шәкірт, жұмсақ ұстазды тыңдамаған шәкірт кімге барады? Бағана 2 сынақ ұстаздардан. Әрине, қойдың терісін жамылып келгенге барады. Потому что білімі жоқ, MLM системасы жоқ, санасы жоқ, ортадан қашушы, бір өзі отырып алып, тез ақша тауып, тез байып кетсем. Да, иллюзия, қиял ойлайсың. Екінші шәкірт қатал ұстаздан қорқып оқиды, жұмсақ ұстазды сыйлап оқиды. Онда өмірді тез таниды. Қай ұстаз, қай өмірлік ұстаз сен алдыңа тұр. Поэтому қасқыр шкурада келгендерді больше таңдау керек. Сол жерден. Енді Динараның қазіргі айналысып жатқан кәсібі. Мен білем, сіз бір жылдары бьюти жаңағы Динара Даниш салоны 5-6 ма сондай бір студия болды. Қазір біреу, иә. Сізде қазір көбінесе уақытыңыз бьюти сферада ма, әлде рухани салада ма? Сіз қазір спикер вомен жаңағы Атыраудағы дамыған ханымдарды ортаға шығарып, ол бір семинарлар жасап, иә, тренингтер жасап жүрсіз. Одан бөлек Динара Даништың әйелдер орталығы бар, йога тренеріңіз бар, Сютсайдан консультацияңыз бар, иә, кеңестер бересіз. Өте көп салада жүрсіз. Әсіресе өзіңізді қай бағытта қазір көресіз, қай бағытты дамытып жатырсыз? Так, помнишь, мен айтқаным сөз киесіне сақ болыңдар деп. Бір күні мне показалось, клиенттер, айнала, адамдар, өз жұртқа, там, түркін жұрт, бай деген сияқты. В общем, менен шаршап жүрген адамдар бір-ақ сөзді көп айтатын. Шаршамайсың ба? Совсем көпсің ғой әлемге. Миың ашып кеткен жоқ па, саған қарап біз шаршаймыз дегенде, мен удобный болғым келген екен адамдарға. И бір күні реально осылай отырып сұрадым. Я Аллам жаратушым, мені просто алғанда удобный әйел қыласашы, байға да, жұртқа да, маған берген қасиеттің бәрін сөндірші. Сөндірді ғой, қолым жасамай қалды. Сөндірді ғой, миым жасамай қалды. Қасқырмен ешкіні ажыратамай қалдым. Сөндірді ғой, тупой болып, еш нәрсе істей алмай үйде жаттым, тамақ пісіріп, тупой әйел болып. Потом түсіндім, сөзін киесін дұрыс қолданбаған, стрелканы дұрыс бермеген. Содан кейін уже аффирмация деген сөз бар, иә? Мантра деген бар. Мантра деген ананың дұғасы ғой, отырып алып қайттан өзіңе қайтару. Кияны. Содан бағанағы әулие жерлерді аралағанда, кие жерлерге барғанда, просто 5 әлемді ұстап алшы табиғаттан. Аспан, жер, су, тау, отты жағып алда, бір рет тете құсап, шаман тетіп отырады тұршы, бағана ішіп кеткен, шайып кеткен құсап. Да? Бір сәт. Сен білесің, қандай энергия көтеріліп кетеді да, бағана планыңда. Так, салон бет бүгін қазір салонымнан істеймін. Так, оқу орталық бет мынау. Сол сияқты қолымның жасамағаннан бір кезде мен ойлаймын, салонның миссиясы бітті екен деп. Опять так же естімей қалғам ол пазлын. Сол пазлын естейтін уақыты келді. Қазір келіп жатыр. Салонды шетке сыра тұрдым, 5 салонды эгом жоғары болғанда. Я же я, Динара, Даниш деген кезде. Мен кішкентай ұлым ұйқысы келген кезде мама жатайық дейді да. И бірақта Динара, Даниш, жатайықшы дейді. Сол кезде неге өйтіп айтасың десе, а басқалай естімейді бұл әйел дейді. Өйстіп сөйлейді. 5 жасар баланың әңгімесі. Сонда мен түсінікке келдім, что мен эгом көтеріліп кеткенде бизнес құлдырады. Эгоңды жұмсақ қыл. Эго ақша табады. Оны тұншықтырмау керек. Оны реально дұрысқа қолдану керек. Қолдану керек через знания, через рухани позицияда баланс. Дисбаланс кеткен ғой. Рухани жолды тайдыртып алғанда, эго жолды көтеріп алғам. Сол периодта салонға пазл пока спокойно. 4 салон жабылды, біреуі қалды, шүкір. Оқу орталық жаптым, уақытша. Қазір сабақ қайттан берем деген кезде шәкірттер, ойбай, сіз оянып жатсыз ба, біз сізді күтіп жүрміз деген сияқты да. Мысалы, себебі менде оқып шыққан шәкірттер обязательно ростқа өседі. Себебі мен сразу пазл тайна ростаны көрсетемін. Шаштараз саласында, где есть там рост. Сол сияқты. Ал спикер вумен, бағана жанында болі бар. Бірақ вообще негізі пазл спикер вумен неден басталды десең, конечный итог барлық адам баласында ішінде маленький бейби қалып кеткен. Психологтың коучын бәріне барсаң, маленькая девочка вытащи, маленького мальчика вытащи. Менің маленькая девочкам все время артқа қарап отырады короткий стрижкамен.
неге өйтіп отырады десем, мен мамам шашым қиып тастайтын ғой, жек көретін ғой, өзімді қабылдамағам ғой. Не істеймін мен ковид кезде, не істеймін ана 50 миллион қалданғанда? Шашты қиып тастадың да? Өзімді жек көрдім. Шашым қиып тастадым. Я не приняла себя. Я кинула себя опять. Сол кезде короткий стрижкамен, еще мен барамын да, оны былай қиып тастағанда басында мына жерде ұзын қалады, төбеге просто бүйтіп қиып тастаймын ғой, потом машинкамен сыпырып тастаймын. Платокпен жүре тұрамын. Да? Наказание тебе, Динара, вот ты. Сондай кезде нужно любить себя за все свои ошибки. Да? Просто за все свои. И вот сол ошибкадан, как раз таки пазлдан түсінгенде, мен, аха, рахмет, маленькая девочка, да, я тебя люблю с короткой стрижкой, Жан. В следующий раз я с любовью постригусь. А не надо уже. Просто полюби меня в детстве, где ты меня кинула с короткой стрижкой. Вот сол жерден пазл шыққанда, красавчик, спикер вумен, да, қанша әйел бала күндегі сахна үстіне шығып алып стишогын айтқысы келетін девочкалар қалып кеткен. Көп қазір, өте көп спикер, сөйлеушілер көп, халыққа айтушы көп. Сенің айтқаннан, мен айтқаннан, ананы айтқаннан, ана бәрін айтқаннан біреу өзіне пазл алады. Бағанағыдай 5-8 мүше ашылады да, есту, көру, сезіну. И тадан біреудің бақытына сен себепкерсің. Біреудің бақытына анау спикер себепкер. А кім оған сахна дайындап береді? Динара Даниш шықпаса. Вот эгоны сол жерге қолдану керек. Бірақ эгома айтып тұрам, аузыңда намордник. Ты служишь. Ты добро служишь. Халыққа служение, ожидание. Эгода ожидание ғой. Иә. Ашығайда адамдар кәні, Динара молодец деп неге айтпайды. Да? Поэтому уже Аллаху шүкір, эго конкретное. Все, Динара, мы служим народу. Служение. Адамға шынайы жүрегімен, ниетімен служение болғанда. Пазл қаржы жабылады, пазл отношения. Ақша сенің қолыңда. Сен ақшаңды алуым үшін, сен шашыңды қию керекпін. Сен шашың қиюым үшін, мен служениемді айту керекпін. Не с целью ақшаңды қағып алу. Вот это и есть служение. Поэтому спикер вумен проектін мен аштым. Оны қазірге тоқтаттым. Әзірге жаңа форматта өзгертуге, сондықтан оның жағын, даму жағынан. Қазір әйелдер клубын аштым. Онда не істейсіз? Онда не істейсіз? Ол орталыққа барған әйел қандай болып шығады? Не болып шығады? Қалай болып кіреді? Қалай болып шығады? Тардай болып кіреді, таудай болып шығады. Сол таудай мен тардың ортасында не болып жатады, не оқытасың, не үйретесің? Кеше медитацияда бір картина көрдім. Сен адам анау кілт жасатуға барамыз ғой, темір екемізді қатып қалған. Мынаяқтан бір соқтық ұрады, бір жерін қисаяды, мынаяқтан бір соқтық ұрады, бір жерін қисаяды. Мынаяқтан бүйтіп стройный болып қалады екенсің, бірақ ключевой образбен. И алдыңда құлып тұрады екен. Сол құлыпқа кіресің, ашасың, өмір ашылады. Өмірдің артында кім десе, қасқыр да бар, ешкі де бар, дос та бар, дұшпан да бар. Бөлмейсің. Себебі сенің санаң өшік кезде, сенің миссияң қазір біреуге дұшпан болу. Не үшін? Чтоб сен больный ұстаз, банағы овечий ұстаз, келіп анағы больно жасап кету керексің да, саған назло, ол президент болып кетеді бір жердің. Саған назло. Ол сен вообще білмейсің, что сен оған больно істеп кетіп бартқан. Бірақ бір күні сен рухани проекттерін жасап жүргенде, бір күні сен кешірім позицияға тізе иілуге келген кезде, сен есіңе түседі, что сен сол күні анау адамның сағысын сындырғаның. Сол кезде сен кешірім сұрайсың. Отрабатывание кармы деген сол. Өлгенше жасатып кетеді деген сол екен. Сондықтан мен түсінікке келдім. Дедім да тізеге добровольно. Қазір күніге кешке, о, боже, спаси деген сен. Әйелдер клубына кіріп, тізелеп бір отырып, ал қыздарым кешірім сұраудан бастайық. Білмейміз кімге күнә істеп қойын. Бәрі пушистый, бәрі пушистый. Бірақ кешірім сұрасыз. Кешірім сұраудан бастаймыз. Благодарениеден бастаймыз. Кешірім сұратамыз. Бір ұстазымыз айтып еді, бүгін йога практика жасап болған кейін, бәрін кешіреміз десе, анау әйелдер бар ғой, как он меня кинул, как я брошу, этот меня обманул десе, жеңіл позиция берем, вообще тез жолдарың ашылады дейді. Қандай десе, онда кешірім сұраңдар дейді. Как я у него извинения попрошу, он же меня бросил, кетеді дальше, да? Сол кезде түсінік келді. Сол кезде айтты, полюбите его как ребенка чужой женщины. Просто. Содан кейін менде қазір көшеге шыққан кезде бомжға қараймын. Как его мама любит до сих пор. Өліп кетсе де, марқұм, да? Как, может быть, мамасы үйде қайғырып отыр? Сенесің ба, көз алдымда бомждың аватары сөнеді ғой. Нұрлы адамды көресің ғой. Какой классный человек. Да? И сол кезде сені лақтырып кеткен алаяқ болсын, басқа болсын, классные люди они. Күштен сайт. Барлық адамға қарағанда оны бөпе кейпінде көру керек. Бөпе кейпінде көру. Неге? Айналып кетейін, мына балықшының мостында деп бағана айқайлап жүрген дейді. Көктем базарынан ары қарай балықшыға қарай бара жатқанда гелиос бар. Бензин құятын жер, бензин құйып тұрсаң, бүйтіп артына қарасаң, артында мен тұрамын. Динара Даништің әйелдер орталығы деген. Оның ішіне кірген кезде 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі дұрыс тамақтану,
дұрыс тамақтануға опять так же панкреатит, гастрит, бүкіл проект асқазанның ауруымен түскеннен кейін врачтың указаниясымен диетаға отыр дегенге Аллаға шүкір отырдық. 5 мезгіл тамақтан, бірақ оны тастасақ та семіреміз. Сондықтан НЛ ішіп, НЛ тастасам да семірем, анан ішіп, анан тастасам да семірем, и қазір Гербалайф клуб етсем де семірем. Бірақ не үшін мен тастау керекпін? Егер бешбармақ тастамау керекпін, 100 жасағым келсе, демек тамақ, азық жеу керекпін. Гербалайф менің азығым бүгін таңда, сондықтан мен нақты әйелдер клубында азық бұрышым бар. Ыстық тамақ, 5 мезгіл тамағы бар, который өзім қолмен жасап келетін дегенде. Кәдімгі тамақ. Кәдімгі ПП тамақ, калориясы есептелінген тамақ, буға, суға піскен. Прям медицинский тамақ десек болады. Мен сондай мектепте, Украина мектебін оқыдым. Онлайн сабағында, россиялық онлайн сабақтар, ПП приготовление, потом онсыз, мұнсыз пісіру тәттілер деген сияқты. Осы жерде ол бір бөлік бұрышы. Сол жерде мастер-класстар болып жатамыз. Әйелдердің бағанағы даму позициясы, как кружок. Бір әйел келеді, ішін бәрі яркий, менде 7 түрлі түс тұрады. Келеді, мына детский сад қой дейді. Мен олар түсініп тұрған жоқты, что мен 7 қуат көздің түстерін салып қойған. Просто сен сары көйлегіңе қарап отырып, мен уже ақша қаяқтан келетінін сезіп отырмын да. Или мен балалық шаттығын қалай көтеруім сезіп отырмын. Просто қызыл цветке қарап отырып, батырлығым ашылып отыр. Мысалы, мына бөлменің жарығының өзі сенің 7 қуат көзіңе жұмыс істеп отыр. Не үшін бүгін таңда адамдар жарық жерге көйлекте жүгіріп жатыр? Не үшін яркий киімді өзіміз еркін киіп жатыр? Болды, қарадан тойдық. Болды, қуат көзі сөніп, болды уже. Дайте черному и так много страдал болып отыр. Да? Вот это состоянияда мен детский садты женский сад қылып қойдым. Кірген кезде 7 қуат көздері бар. 7 қуат көзі адам түсінбейді, неге сап-сары, неге көп сары істеп қойдым. Потому что сары да ақша ғой. Сол қуат көзінде ақшаның қуаты жатыр, әрекеті жатыр. Өздері қарап өсіп кетеді. Сонда бір бөлмеде менде йога залымды өңке сондай қуат көздерін залы, ол жерде біздер билейміз, практика. Потом арғы 3-ші бөлігінде бізде бассейн бар, пар бар, шомылады. Енді сүтсайлық оқығаннан кейін сүтсайлықта не айтады? Көрек жүр, кундалинин көтер, кундалин деген 7 қуат көзі ғой. И плюс еще банақ суға, парға түсіп тұру керек. Адамның денесінде ауралық слой болады, сол ауралық слой пармен кетеді, потом реальная клетка кетеді, потом іште обновление кетеді, қанның тазарау басталады. Бұл система. Егер мен сүтсайды оқысам да, оны консультация жасап, сүтсайлықтардың ішінде жүрмесем де, Құдай мені бәрі сүтсайдың системасындай парлы жерге апарып қойды. В итоге я әйелдер орталығында әйелдерді емдеймін. Но кейбір еркектер айтады, неге әйелдер ғана дейді, неге біз емес деймін. Мен айтамын, әйеліңді алғанда кел, мен сен үшін жабық есік жасаймын. Енді бұл орталықтың жұмысы таңертең нешеден қалай болады? Жалпы маған жұмыс бағытын айтып кетіңізші. Жұмыс бағыты таңертең 7-ден түнгі 12-ге дейін деген жоспарда. Мәселен, мен тамақ ішкім келмейді, мен тек қана парға барғым келеді. Немесе мен тек қана йогаға барғым келеді деген сияқты программаның барлығы қарастырылған. Тамақ ішу программа 11-ге дейін жеп ішіп жеу керек деген сөз. Ол бұрыш бізде тұра береді. Ол бар, ол халық келіп тамағын жейді. Дәл йогаға ғана келетін қыздар сол тамақ кухнясынан бөлек өтіп, мына жақта йогасын жасай береді. Дәл йогада керек емес, тамақта керек емес дегендер ары қарай парына, душына өте береді. Еще 2 массажный бөлме бар. А массаж мен отты цигунмен, от үстіңе жағады. Потому что бізде бесікті отпен аластаған, келінің табаны отпен аластаған, үйді отпен аластаған. В итоге ананың ішіне кірген кезде сені сілкіп, отпен тазалап, даже сенің денеңе от жаққанда от жанбайды ғой. Бірінші сразу уже чакраның қай территориясы слабы екен, сол жер от бітіп сөне береді ғой. Содан кейін 2-ші повтор, 3-ші повтор, потом демді салып болғаннан кейін кетті ғой, ана адам отпен. Анау адам тұрғаннан кейін бүйтеді ғой, мен қаяқтамын дейді ғой. Жердесің, жер әлемінде, Марстан ұшып кетті. Динара маған сатып жіберді ғой, отырмын ғой, қашан барсам екен, қай уақытта болсам екен. Это классно, да? Бұның барлығын жобасы халыққа қызмет, служение адал, ол бизнес бағытында. А реально менің мақсатым басқа да бизнес ашыламын. Арақпен, темекімен, кафеде ашыламын. Басқа да. Наркотикпен де айналысамын. Ақша керек қой. Бірақ мен түсіндім да, служение адал болу керек, карма адал болу керек. Сонда менің қазіргі жаңа форматта клубым, орталығым әйелдер үшін, оның үшін бәрі детский сад құсап көрінеді. Жұрттар Динара не повзрослела дейді. Қуып жүрім, реально. Мен лучше қуа тұрайын, потому что состояниесі слишком серьезнылар келатыр. Уже алыстан келатқанда көріп отырамын. Блин, Алла маған қуат бер. Искусственная маска, улыбки, искусственный тентек Динара, шаманка, да? Потому что мен анам порталына түсіп кетпеу керек. Мне нужно ее вытащить на мой портал. И оны қуғыза тұру керек. Шайып кетпеу керек, ішіп кетпеу керек, кетіп қалмау керек. И дружба. Вот так. Күшті лайфқа қайтыңыз. Күшті лайфқа. Осы эфирден естігеннен кейін, дәл осы инсайттан кейін осыны жасап жүрген кезде өмірім өз өзгеріп кетті деп айтатындай. Окей. Онда аяқтан былай қояды, барлығы үйде отырады.
екі алахан бірінші ыстады. Көп адам білмейді, что өз-өзіне емші екен. Мына жерде өзінің Фатима алахан бар. Малдас құрып отырады. Малдас құрып отырады. Екі алахан ысып алады. Жатыр тұсына екі қолын қояды. Сол жақта бізде 7 ананың тамыры, оң жақта біз 7 ұрпақтың тамыры. Көзін бір сәт жұмып отырып бірінші тынысын бақылайды. Тынысын терең дем алады. Терең дем шығарады. Бір сәт өзінің көз алдына 7 фигура қояды. Ақ кимешек киген 7 ана образын қойсын. Ортада өзі тұрады. Қандай түсте қарасаң да өзіне көрінеді. Өзін қандай болып көретінді өзі көреді. Не придумывает она. Придумывает первый белый несін, аналарды. Потом 7 ұрпақты көреді. Каждыйына осы практика жасатқанда біреу айтады, 7 құс көрдім дейді. Біреу айтады, 7 дейді, аппақ аюларды көрдім дейді. Мысалы, ол біздің атам қазақ бір нәрсені жақсы білгенде кие аңдар бар. Кітап бар бізде, хрестоматияда кие аңдар. Сол энергия, сенің ұрпағың сол энергиямен ұсталынады. Бірақ сен бірінші өзің көтеріп ал. Сондықтан аватар деген кім десе сенсің. Сен 7 анаңнан цепочка келатқан аватарсың да, 7 анаңның қақшиып, тіке тұрып, еңсесі жоғары тұрып, олардың екі қолы мына жерде и жымиып саған қарап тұрғанын көру керексің, міндетті түрде. Ты искусственно нарисовываешь им рисунок улыбки вначале. Потом ол тұрады и өзіңді бір сәт тыныспен отырып, 7 анаңа каждыйына алғыс айтасың. Рахмет. Мен сіз арқылы бұл дүниеге келдім. Жоғарысын прям бастаса болады. Потом рахмет, сіз арқылы осы дүниеге келдім. Рахмет, сіз арқылы осы дүниеге. Рахмет, рахмет, рахмет. Сол жерде өзінің үшінші көзі мынау 6-шы чакрасы ашық болса, ол сразу сезет бір ана темный болып бастайды, көреді. Сол ананың, значит, пазлы бұған кеп тұрған. Повторение судьбы деп айтады. Сол жерден ол благодарность күшейтеді. Сол ананы жақсы көреді. Анау ананың махаббатымен пазл очищение болады. И мен сіздің тағдырыңызға мүлдем қайталанбаймын. Мен қабылдадым сіздің қателігіңізді, притом алғыспен. Мен қазір сіздің проживать етем. Может, ол ана біреуді қарғап кеткен шығар. Может, ол бір ана ол біреуді неосознанно бір жамандық жасаған шығар. Соның повторениесі мынаған келе жатыр. Айтады ғой атам қазақ, жасама ұрпағың соның зардабын шегеді. Вот есть зардап. Поэтому отсепарирование кармы деп айтады. Сол кезде, сол система бөлгенде денеде дрожь тұрады такой, күшті, приятный. Ты наконец-то. Денеңе такой цепочка үзіліп, өзің босайсың. И одан кейін екінші жағында сен өзің добровольно цепочкаларды үзесің. Ешкім, ешбір ұрпағың үшін қорықпайсың. Олар бос, олар еркін, олардың жолдары ашық, олар бақытты, олар үлкен жетістігіне шықты. И сен өзіңе такой күш аласың. Өміріңнің турбулентный зонасын есіне түсіресің, как ты там ее проживала, как ты ее выходила. Гордость на жерде такой. Арқаңда көзіңе көрінеді, көрінбейді, сезіледі, сезілмейді, қанат шығады. И ты в этот момент полностью новый аватар боласың. Новый я. Вот эта практиканы 3 күн сайын бір рет жасағанның өзі кәдімгідей. Бұны ер азамат та жасай алады. Ер азамат просто қолын былай қояды. Мысалы отырады, 7 ата баласына, 7 ұрпағына, и әйел бала да осылай жасай алады. Керемет. Бұл практика эзотерический дейді, бағанағы аналардың линиясының практикасы дейді. Жалпы ана дұғасы никогда кері қайтпаған. Поэтому сен де анасың, бірақ сен пока 7 анадан ұрпақсың. 7 ұрпағыңа анасың. Сол практиканы жасаған кезде бүгінгі сенің қиындығың, бұл сенің әдемі узорлы. Неге әдемі сүйреттелген орамал таққымыз келеді? Неге әдемі сүйреттелген киім? Соның узоры, соның состояниесі. И сен өзің өміріңді бір однотонный, скучный қылып сүрмегеніңе ғашық боласың. Сен өз проблемаңа ғашықпен қарайсың. И когда проблема келеді ғой, следующий дейсің, благодарю дейсің. Так и начинается жизнь. Көп рахмет. Өмірде бәрі мүмкін дейтін ұстанымдасыз ғой? Бәрі мүмкін, реально мүмкін. Біздің хабарымыздың аты бәрі мүмкін. Сіздің ойыңызша өмірде бәрі мүмкін болу үшін жаңағы практикаларды жасау керек. Сосын? Махаббат. Кешірім сұрап жүру керек. Қазір мен тастан да кешірім сұраймын. Кешір, сен басып кеттің. Потому что ол да кие. Кешірім. Тек қана кешірім. Диалогыз болған. На ты. Рахмет. Эфирге келгеніңізге рахмет, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Осындай құнды ақпараттарды бере салғаныңызға мың алғыс. Аллах тағала айтады ғой, кез келген адамды, кез келген сәтті, ол просто жайдан жай болмайды. Біз бәріміз бір-бірімізге мұқтажбыз. Біз бәріміз бір-бірімізге керекпіз. Біз бәріміз бір-бірімізге бір нәрсені айту үшін кездесіп жатырмыз. Дәл осы эфирді көрген адамға мен ойлаймын, бір
маңызды өзінің өміріне пайдаланатын, былай галочка қоятын көп ақпараттарды алды деп ойлаймын. Жұмысыңызға, ісіңізге сәттілік. Мен ойлаймын, тағы да бір аз ғана уақыттан кейін тағы осы эфирде кездесетін шығармыз деп. Ала берсін. Ісіңізге сәттілік, көп рахмет.